Қайырлы күн, сіздермен бірге Айбек Имашев, және біз сапа басқару курсының екінші дәрісін ұсынуға рұқсат етіңіздер. Сапа басқару курсының міндеттері. Өнімнің тұтынушылық қасиеттерін сипаттайтын негізгі ұғымдарды анықтау. Бұйымдар мен процестер сапасының өлшемдерін қарау. Өнім, қызмет сапасын басқару жүйесін зерделеу. Өнім сапасын бақылаудың түрлері мен ерекшеліктерін зерделеу. Өнімді стандарттау және сертификаттау процестеріне талдау. Сапаны басқару көптеген мәселелерді қамтиды. Сондықтан жоғары оқу орындарында оқылатын барлық пәндермен байланысты. Өйткені оның мақсаты өнімдер мен қызметтердің тұтынушылық сипатталарымен жетілдіру ғана емес, сонымен қатар адамдар өмірінің әлеуметтік, экономикалық және психологиялық аспектілерінің сапасын жақсарту, оған барлық пәндер мен ғалымдар бағытталған. Сапаны қамтамасыз ету әдіснамалық негізгі идеясы сапаны жақсарту. Ұғымын кез келген қызмет саласына қатысты қолдану керек екендігін негізделген. Өйткені өнім сапасы барлық жұмыс түрлерінің сапалы орындауларына салдары болып табылады. Сапа бұл дерексіз санат емес, әр адам кез келген жұмыстың пайдаланылығы, орындаулығы мен тиімділігін нақты өлшеуші. Сапаны арттыру міндетті түрде өнімнің өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде маркетинг әзірлеу, өндіру, тұтыну, кәдеге жарату, шығындардың азаюына, демек өзіндік құнның бағаның төмендеуіне және адамдардың өмір сүру деңгейінің жоғарылауына әкеледі. Жапондық маман Исакава сонымен қатар өнімнің сапасын жақсарту кезінде бағаның өсуі туралы айту қисынсыз деп санайды. Өйткені сапаның жоғарылауы өндірістің тұрақтануымен, ақаулардың азаюымен, шығындардың азаюымен, демек шығындар мен бағаның төмендеуімен байланысты. Исакава сонымен бірге бағаны көтеру туралы тұтынушы түбегейлі жаңа технологиялық деңгейіндегі өнімді алған кезде ғана айтуға болады деп сендіреді. Бірақ бұл жағдайда өндірістік процесін жөндеу, тұрақтарды және жетілдіру және жеткізуші, өндіруші, тұтынушы тізбегіндегі қызметті реттеу арқылы шығындарды кейіннен азайтуды жоспарлау қажет. Бұл компанияның экономикалық жетістіктің, өнеркәсіптің дамуы мен елдің өміршеңдеріндегі кепілі. Шетелдік және отандық тәжірибе көрсеткендей, кез келген қызмет саласындағы жетістігі әр қызметтердің мүдделі және белсенді серіктестіктің көргісі келетін және көре алатын ақылы және жігерлі басшыларға байланысты. Мұндай менеджерлер үш алтын шындықты нақты түсінеді. Бірінші, надандық өте қымбатқа түседі. Екінші, сапа ақша әкеледі. Үшіншісі, басты құндылық бұл адамдар. Сондықтан ISO стандарттары менеджерлердің жауапкершілігіне, шығындарды азайтуға және кадр саясатына басты назар аударуда. Сапаны басқару жүйесін әзірлеу және енгізу кәсіпорындардың қызметіне маңызды салаларының бірі. Бүгінгі таңда сапа саяси, экономикалық және моральдық категорияға айналуда. Сапа бұл денсаулық, ақша, рухани, жайлылық деңгейі және ұлт пен мемлекеттік қадір қасиеті. Тыңдағаныңызға рахмет. Сізбен бірге Айбек Имашев.